Бәріне сәлем достар, көрермендер. Бүгін біз подкасттың қадірменді қонағы 791 топтың интерні, стартысы, Қазақстанда университетіміздің деңгейін, имиджін көтеріп жүрген Бектұрхан Дінмұхамед. Димаш, қош келдің. Қош көрдік. Осы соңғы ситуацияларға байланысты көп сұхбаттар сізден алынып жатыр. Дегенмен, көрермендердің тағы да сізге қояр сұрақтар бар екен. Бүгін сол сұрақтарға жауап берсек. Жарайды, баста. Димаш, ең алдымен өзіңді қысқаша таныстыра кетсең. Есім Бектұрхан Дінмұхамед, 7-ші курс студентпін Астана медицина университетінде. Интернатурада оқып жатырмын қазір. Өзіңіздің туған жеріңіз туралы айтсаңыз. Жалпы өзім туралы айтатын болсам, Қызылорда қаласының тумасымын. Тасбөгеткенді 11-ші мектепті бітіргем Тасбөгеттегі. 11 жыл бойы сол мектепте оқып, сол мектепті тәмамдап, содан кейін оқуымнан кейін жаңағы Астана медицина университетіне түскен болатынмын. Керемет. Жалпы мен де Қызылорда қаласынан боламын. Жалпы Қызылорда қаласының жігіттері керемет. Келсем деп комментке жазып кетсеңіздер болады. Ал Димаш, келесі сұрағымыз, неге медицина мамандығын таңдадың? Неге медицина мамандығын таңдадым деген сұраққа жауап беретін болсам, бұған бірден бір себеп менің әкем болып келеді. Әкемнің ықпалымен осы мен мамандықты таңдаған болатынмын. Кіші жасымнан бастап, шамамен 5-6 класстан бастап, ол кісі маған үнемі айтатын, сен медицина саласына жұмыс істейсің, болашақта дәрігер боласың, болашақта осындай медицинский университетке түсіп, сол жақта бітіріп дәрігер болып шығасың деп. Мен енді кішкентай уақытында оны аса мән бермейтін, бірақ кейін өсе келе есім жинала бастап, сол шешімге мен нақтылап келе бастадым, өзіме де ұнады. Әкемнің жаңағындай сырттай ықпалы болғанымен өзінің іштей жігерім болды осы таңдауға. Бірақ жоғары сыныптарға келген уақытында әрине анам қарсы болды, өйткені анам медицина қызметкері болғандықтан ол кісі маған айтатын, медицина ол оңай емес, медицинада ертең қиналасың, ол жақта оқу қиын, жалпы мамандық өзі қиын деп. Бірақ мен оған қарамастан әкемнің қолдауымен осы салаға барып, кейін анамды осы медицинаға түскенімді көріп, оқу үлгерімді көріп, кейін көзі жетті, қолымнан келетіндігі туралы. Жалпы осы. Жалпы медицина мамандығын таңдағаның ол әкеңнің арқасында? Әкемнің арқасы деп айтамын. Керемет. Димаш, интернатурадан кейін жоспарың қандай? Интернатурадан кейінгі жоспарым ол ары қарай резидентура бағытына бару. Нақтылап айтатын болсам, қазіргі таңда урология мамандығымен клиникалық практикамды жалғастырсам ба деген ойым бар. Жалпы ситуацияға орала кетсек, сіз Қызылордадан Астанаға ұшып келе жаттыңыз. Экипажда болған ситуацияға келетін болсақ, ұшқан уақытта сізде осы студенттерді ынталандыратындай, халықтың қошеметіне бөленетіндей жағдайға келдіңіз. Сол мезетте қандай сезімде болдыңыз? Сол экипажда болып жатқан уақытта ғой, рейсте болып жатқан уақытта, шыны керек, ол басқа ешқандай ойым болған жоқ, жаңағы кісіні аман алып қалу ғана болды. Бірақ кейін, жаңағы ұшақтан түскеннен кейін ойладым, бір жаңағындай бір жаққа бір внимание болатындай сияқты. Бірақ ондай не күтпедім, шыны керек. Өзімнің ісімді жасадым, жасап болғаннан кейін барып, осы біраз жаңағындай іс-әрекеттер бет алды. Жалпы айтқанда, ол моментте қолға медициналық қобдиша емес, батылдықты алда кеттіңіз, Иә, солай айтсақ. Осындай батылдық сіздің табиғатыңыздан бар ма? Немесе бұл білім мен тәжірибенің арқасында келген батылдық па? Білім мен тәжірибенің арқасында келген деп айта аламын. Өйткені бізді осы алғашқы көмек көрсетуге және де барлық клиникалық дағдыларға университетімізде дайындайды. Оны бірінші курстан бастап та дайындап келеді бізді, және де ол жоғары курстарда ол білімдеріміз тереңдей түседі. Өйткені бізде 4-ші курстан бастап
жаңағы неотложная помощь дейді. Сол пәніміз басталған болатын. Сол пәннен бастап барлығы жаңағындай жүрек өкпе реанимациясы деген сияқты станциялары, ОСКЕ станциялар барлығын үйретіп, барлығын көрсетеді. Сол кезден бастап мен ойлаймын, бұл автоматтандырылған процесс деп барлығымызға жасалынатын. Керемет. Жалпы Астана медицина университетінде симуляциялық орталықта үйренем деген студенттер үшін арнайылап осындай жүрек реанимацияларын, жаңағы массаждық СЛР секілді жаңағы станцияларды үйретеді. Келем деген студенттерге есіктеріміз әрдайым ашық. Жалпы бізде мысалы ОСКЕ-нің кезінде, мен өзім студент болғандықтан, ОСКЕ станциясының кезінде біраз қобалжимын. Сен сол мезетте қобалжыдың ба? Қобалжумен қалай күрестің? Қобалжу бастапқы уақытта болады, бірақ кейін осы алгоритмді жасап бастаған уақытында бірінші, екінші этаптан кейін қобалжу барлығы кетіп қалады. Өйткені бұл ОСКЕ-ні тапсыруға студенттер бір оқи сала барып тапсыра салмайды. Оны бірнеше рет оқып, есінде сақтап, практикамен жасап, үйде өздері дайындалып, содан кейін барып тапсырады. Керемет. Димаш, осы жағдайдан кейін өзіңді қалай сезінесің? Бұл жағдайдан кейін ешқандай ерекшелік жоқ. Сол баяғы Димаш, сол баяғы студенттік өмір. Сол баяғы Димаш өте қарапайым жігіт екен. Жалпы Димаш, біз сіз туралы қызықты дерек естідік. Сіздің ата-анаңыз, яғни анаңыз медицина саласында жұмыс істейді екен. Сол кісі қалай осы ситуацияға өзінің ойын білдірді, реакциясын берді? Ол ситуация жайлы мен ұшақтан түстім, және де өзімнің қол жүгімді күтіп атқан мезетте бірден ата-анама хабарластым, анама звондадым. Анама звондап айтты, мен жаңа бортта бір адамның өмірін құтқарып қалдым деп. Мамам бастапқыда таң қалды, амансың ба, барлығы жақсы ма деп. Барлығы аман есен, ол кісіні жаңағындай есіне келтіріп, барлығы жақсы болды. Жаңа жедел жәрдем бригадасына тапсырып кеттім деп. Сөйтіп, сол ситуацияны айтып бердім. Әрине, баста ол кісіде үрей болды, бірақ кейін қуанышты жаңалыққа айналды ол кісі үшін. Менің ойымша, осы ситуациядан кейін сенің ата-анаң сенімен мақтан тұтатын болады. Кезінде өзің айта кеттің, анаң қарсы болып медицина саласына баруды. Осы ситуациядан кейін анаң, мен ойлаймын, өзінің ойын толықтай өзгертті деп. Мен де солай деп ойлаймын. Сенің ата-анаңа көп рахмет, осындай тәрбиелі, өнегелі ұрпақты тәрбиелегені үшін. Енді Димаш, бізді көптеген студенттер көреді. Сол студенттерге өзің шабыт немесе мотивация ретінде не айта аласың болашақ дәрігерлерге? Болашақ дәрігерлерге және де төмен курста оқитын студенттерге мен айтатыным, сіздерге ең басты қасиет, ол студент-медик үшін табандылық. Табандылық өте ең маңызды қасиеттердің бірі болып келеді, өйткені білім алу барысында медицинада білім өте маңызды аспекттердің бірі болып келеді. Сол білімді алатын уақытта сіз күнделікті 6-7 сағаттап бір жерде отырып, бір материалды қайта-қайта оқи беруге ол үлкен табандылықты қажет етеді. Сол қасиеттен ешқашан айырылмаңыз, сол қасиет бойыңызда әрдайым болу керек, өйткені медицина саласында білім ол өте маңызды заттардың бірі болып келеді. Білім алудан шаршамаңыздар, және де тек қана білімге ғана көңіл бөлмей, өзіңіздің жеке өміріңізде көңіл бөліңіз. Өйткені ол қатты жаңағы айтқанындай маңызды аспекттердің бірі болып келеді. Сол ешқашан таңдаған жолдарыңыздан таймаңыздар, армандарыңызға жете беріңіздер. Сіздерде барлығы жақсы болады. Рахмет. Елімізде Димаш секілді батыл әлі батыр жігіттер көп болсын. Жалпы Димаш айтпақшы, батылдық ол тек адамның рухынан емес, білім мен тәжірибенің арқасында да келеді. Сондықтан студенттер өздеріңіз сабақтарыңызды жақсылап оқып, Димаш секілді батыр болуға тырысыңыздар. Димаш, рахмет. Сіздерге.